Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым. Мынау бүгінгі тақырыбымыз еркек ер баланың алғашқы мынау жыныстық қатынасқа түскенде неге қорқады. Осыған тоқталып кетейік. Мынау езеткеннен кейін ер балалар әрине мынау кәмелет жасқа толғаннан кейін достары бар, басқа бар, есту арқылы мынау жыныстық қатынасқа түсіп жатады, ерте түсіп жатады. Осы кезде болмаса мынау үйленгеннен кейін түсіп жатады, кейбір азаматтар үйленбей жатып түсіп жатады. Осы кезде неғып мынау ер азаматтардың арасында қорқыныш сезім пайда болады. Өзі неге қорқыныш болады оның ойында. Осыны тоқталып кетсек, бірінші мынау қызға барған кезде әрине бұл волнение дейді ғой, яғни қобалжу сезім арқылы. Өйткені мынау қызға бұрын ондай болып көрмеген, өмірінде ондай видеодан көретін болса, бұны шынайы түрге түскен кезде ер баланың психологиясын өзгертуі мүмкін. Өйткені ерте жыныстық қатынасқа түсу, ол әрине еркектің ер баланың психологиясын өзгертеді. Басқа ой бұзылуы мүмкін. Өйткені осы арқылы еркек бала, ер бала қыз балаға жақындасқан кезде өзін ұстай алмауы, өйткені мынау перевозбуждение дейді ғой, ерте қозу арқылы, өзін ұстай алмау арқылы мынау психикаға әсер етеді. Психикаға әсер еткеннен кейін ер балада қорқынышты сезім пайда болады. Осы сезімдерді ер бала жеңе алмайтын болса, ол әрине ол жерде фобия болуы мүмкін, қорқыныш болуы мүмкін, өз-өзін жеу арқылы бұл потенциал төмендеп кетуі. Біздің урологияда айтатын болсақ, бұл жағдайларда мынау психогенді эректильді дисфункция деп жатады. Психогенді, яғни психиканың әсер етуі арқылы уақытша түрде еркекте жыныстық қатынастың болмай қалуы, яғни эрекцияның дұрыс болмау арқылы толыққанды жыныстық қатынасқа түсе алмайды. Өйткені оның бәрін әсер ететін әрине психиканың, яғни қорқыныштың, үрейдің әсері. Осы арқылы мынау үрей бола тұра, бұл өзінің қанның құрамындағы кортизол гормондарының көтерілуі арқылы, мынау өзінің тестостерон гормонын қысқа уақытқа болса да төмендету арқылы жыныстық қатынастың болмай қалуы осы себепке байланысты болып жатады. Өйткені жастардың арасында көп кездесетін жағдай, психогенді эректильді дисфункцияның көп жағдайда осы стресстің болуы, уайымның әсері, мынау өзінің қобалжу әсері, өзін ұстай алмау әсері, әрине бұл мінез құлыққа да байланысты болады. Өйткені кейбір азаматтарда мінезі мынау болады ғой, өте мынау жылдам дейді, мынау неге берілгіш, мынау психикаға көп берілгіш, уайымға тез берілгіш азаматтарда осындай жағдайлар көп кездеседі. Бұл жерде қалай жеңу керек бұның шешімін айта кетсек, әрине өзін ұстау керек. Ерте жағдайдан бастап мынау порнографиялық видеоларды көруден бас тарту керек. Өйткені оны көріп алған арқылы бұл қызға барған кезде мынау әртүрлі жағдайларға ұшырауы мүмкін, өзін ұстай алмау сезімдері мүмкін. Психикаға әсер еткеннен кейін қобалжу қатты болғанның әсері бұл еркектің күш қуатын төмендетіп тастайды. Екінші, бұл спортқа бару арқылы адам бағыт бағдарды өзгерте алады. Өзін ұстай алады, тепе-теңдігін ұстай алады, нерв жұмысын жақсарта алады. Осы өзімен былай айтқан кезде адам өзімен бір жұмыс істеу керек. Егер өзінің психикасын өзгертетін болса, өзін ұстай алу сезімдері болатын болса, әрине әрқашанда жеңіске жетуге болады. Әрқашанда өзін жоғары қоятын болса, мынау самооценка жоғары болатын болса, және мынау өзінің нерв жүйесін қалпына келтіре алатын болса, өзін ұстай алатын болса, әрқашанда бұл бар жағдай, ол айтатын болса, удачный дейді ғой, сәтті төсектік қатынас болады. Соған байланысты ер азаматтар, жастар, сіздердің құлақтарыңыз алтын сырға бірінші рет өз-өздеріңізді ұстау, мынау сезімге қатты берілмеу. Осы арқылы сіздер өз мынау эрекцияларыңызды ұстай аласыздар. Мынау сіздерге бүгін құрметті жігіттер, және дәл осы сияқты пайдалы ақпараттарды өзімнің телеграм каналымда айтып отырамын. Астына сілтеме тастап кетеміз, телеграм каналға өтіп алыңыздар, өйткені көп ақпараттарды телеграм каналымыздан ала аласыздар. Рахмет, сау болыңыздар.